Қызылордалық азамат көрші тұратын 34 жастағы әйел мен оның анасын пышақтап өлтірді деген күдікке ілінді. Ең сорақысы қанды қылмыс марқұмдардың 7-ші сыныпта оқитын ұлының көзінше болған. Куәгерлердің айтуынша баспанаға кірген ер адам баланың анасы мен әжесін зорлауға оқталған. Тұрғындар қарсылық көрсеткен соң оларға суық қару сұғып алды деп отыр. Тіпті жасөспірімнің де бетін пышақпен тіліп қорқытқан екен. Жан түршігерлік жағдайдың жай-жапсарын Абай Нұржанұлы біліп келген еді. Қанды қылмыс дәл осы пәтерде болған, яғни марқұм 34 жастағы келіншек пен анасы осы баспанада тұрған, ал оларға көрші тұратын мына үйдегі ер адам келіншекті зорламақ ниетте түн жарымда қолына пышақ ұстап баспанаға баса көктеп кірген дейді куәгерлер. Лера мен Лилия Ан тепсе темір үзетін азаматқа қарсылық көрсетіп біраз арпалысқан екен, бірақ көршісі келіншек пен 54 жастағы анасының бірнеше жерінен пышақтап тастаған дейді тұрғындар. Сол сәтте үйде әйелдің 12 жастағы ұлы болған, ер адам баланың да бетін суық қарумен тіліп өткен екен. Жеткіншек сұмдық жағдай кезінде досына хабарлама жіберіп, көмек сұрап үлгерген. Азиз пишет: "Помоги, пожалуйста, бабушку". Азиз, көмектесші, әжемді өлтіріп тастады деп айтты. Ал анам әжетханада жатыр деді. Мені де пышақтады деп суретін жіберді. Біз есіктің саңылауынан қарап едік, ол адам пышақтап жүр екен. Бізді көрді де сыртқа шықты. Ал біз қашып кетіп, көрші әйелге полиция шақыруын өтіндік. Полиция шақырған тұрғындар 49 жастағы азамат жалғыз тұратынын және ішімдікке салынғанын айтады. Сол түні ол жеткіншектің көзінше анасы мен әжесін әбден қорлаған деп отыр. Тіпті екеуін өлтірген соңда арам ниетін іске асырмақ болған дейді. Этот мужчина, слишком жестоко все сделал. Бұл еркек өте қатыгездікпен істеген. Балаға бірінші қайсысының басын кесейін, әжеңнің бе, анаңның ба деп сұраған. Көзінше әжесінің іш киімдерін шешіп тастаған. Әжетханада Лераның мәйіті жатты. Оның жүрек тұсына 3 рет, арқасына 2 рет пышақ сұққан. Ал әжесі табалдырықта жатқан. Оның да жүрегіне 3 рет, арқасына 5 рет пышақ тыққан. Тәртіп сақшылары ішінен құлыптанған есікті бұзып кіргенде күдікті оларға да шабуылдапты. Қайта полиция қызметкерлері оны ұрып жығып ұстап әкеткен. Жедел жеткен патрульдік полиция экипажы күдіктіні қылмыс орнында ұстап қамауға алды. Ұсталған азамат жәбірленушілердің көршісі. Қазір адам өлтіру бабымен қылмыстық іс қозғалды. Жан-жақты тергеу амалдары жүргізілуде. Жетім қалған 12 жастағы бала қазір ауруханада. Жеткіншекке психологтар көмек көрсетіп жатыр. Ал марқұмдар көше тазалаушы болып жұмыс істеген екен. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, Информбюро, Қызылорда облысы.